4,5 жылға сотталды. Естеріңізде болса, астарлы ақиқатта Сайтан алғыр саяхат тақырыбымен бағдарлама жасап еді. Мальдив аралдары, Мысыр, Грузия, Турцияға арзан аппарат деп Казак Тревелді сол кезде Нұрдаулет, Қабдол, Серік Ибрагимов, Жанболат Найзабеков секілді вайнер, әнші, блогерлер жаппай жарнамалаған болатын. Казак Тревелдің мінекей профилін қалдырып кетем. Шетелге жылына бір ақ рет келетін горячий тур шығып жатыр. 10 жастағы балаларға тегін. Отбасыларыңызбен баратын болсаңыздар 5-ші апта 90% скидка, прикиньте. Бар болған 115 000 теңгеге. Гостиница отель-мотельдегі шыққаныңыз десе, Қазақ Тревелге жазыңыздар. Шу шыққан соң жарнама жасаған жұлдыздарымыздың бәрі мұндай боларын білмедік деумен шектелді. Тек Қуандық Шаймардан журналистік тергеуге көмектесті. Сөйтіп, Казак Тревелдің басшысы Айдан Исмаилова есімді келіншек екені белгілі болды. Оны Кентау қаласы полициясы 2015 жылы ұры ретінде есепке алған болып шықты. Бірақ Алматыға келген соң аяқ асты әлгі ханшайым байып мотиваторға айналады, ал турға қол жеткізе алмай қалғандардың ақшасын қайтаруды талап еткендермен әңгімесін әдеби деп айта алмаймыз. Сөзіңде тұр. Немене аспаннан мен қалтам ақша сап қойғандай шығарсың сен ақшаны маған әкеп кішірейгенді білмейді екенсің бар ғой, аузымның бәрін боқтап біттіңдер бар ғой, нервымның бәрін таусылтып. Сен не маған өткізіп қойғаның бар ма не? Тура 1 жыл 11 айға созылған істің нүктесін Бостандық аудандық соты кеше ақыр қойды. Айдан Исмаилова алаяқ деп танылып 4 жыл 6 айға сотталды. Сот залынан ол бірден түзеу мекемесіне кетті. Ал арызданған адамдардың 20 миллионнан аса теңгесін қайтаруға 1 ай уақыт берілді. Исмаилова Айданаға қатысты қылмыстық істің үкімі шықты. 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. 20 миллионнан жоғарғы теңге жәбірленушілердің пайдасына өндірілсін деп шығарды. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Адал жұмыстың үміті ақтала берсін. Алдамайық, алданбайық ағайын.